Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Дінмұхамед Қонаев атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы ескерткіштер өткені мен бүгіні жобасының кезекті санын назарларыңызға ұсынады. Жобамыздың бүгінгі санында атақты ғұлама, ойшыл, тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулатиұлы туралы айтатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. 1997 жылы ұлы ойшыл ғалым Дулати есімі Тараз мемлекеттік университетіне берілген. 1998 жылы ескерткіш орта ғасырдағы мемлекеттік қайраткердің 500 жылдығының құрметіне орнатылған. 1998 жылы ескерткіш орта ғасырдағы мемлекеттік қайраткердің 500 жылдық құрметіне қойылған. Ескерткіштің жалпы биіктігі 3 метрді құрайды. Мүсіннің өзі мыстан жасалған. Тұғыры 160-160 өлшемді қызыл гранитпен қапталған. Тұғырдың алдыңғы жағында көрнекті ғалым тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулати 1499-1551 деп жазылған. Авторы белгілі қазақстандық сәулетші Әуезов, мүсіншілері Әлдеков пен Рүстемов. Бұл ескерткіш ұлы ғұламаның бүкіл бойын көрсететін мүсін.